каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз құймақ, яғни блинны әзірлейтін боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қант және тұз салып, миксермен қантымыз ерігенше араластырамыз. Шамамен көлемі 2-3 есе ұлғаяды. Содан үстіне електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Осы жерде ұнымызды аз-аздан қосу қажет. Кейін үстіне жылы су мен сүтімізді қосып, ешбір түйіршік қалмайтындай араластырамыз. Әрбір құймақты құяр алдында табаңызды жақсылап қыздырып алған жөн. Қызып тұрған табаға жұқалап май жағып, сұйық массамызды құямыз. Менде 13 құймақ шықты. Дайын болған құймақтарға қалауыңызша салма қосып жеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.